Бәріңе қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге скальпинг стратегиясын үйрететін боламын. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Бәріңе қайырлы күн, құрметті ағайындар. Сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге скальпинг стратегиясын үйрететін боламын. Скальпинг стратегиясы негізі 1 минут пен 5 минут аралығында 1 минуттық графика мен 5 минуттық графиканың арасында көру тез әрі жылдам. 15 минут, 10 минут, жарты сағаттықта өте қиын, ол өте ұзақ уақыт алатын графикаларды олар. Біз қазір осы жерде 1 минут пен 5 минуттық графиканың ішінде сол скальпинг стратегиясын тез байқаймыз. Скальпинг стратегиясы қалай байқалады? Скальпинг стратегиясы мысалға после импульсивного движения осылайынан жасап болғаннан кейін, импульс движение жасалып болғаннан кейін осы жерде міне откат жасады. Осы жерді біз уровень сопротивления белгілеп аламыз. Ол біткеннен кейін міне графика кетет. Минимум біткен кезде міне ең төменгі графиканың ең төменгі точкасы осы жерден тоқтап қайттан откат жасаған кезде осы жерді уровень поддержки белгілеп аламыз. Уровень поддержки болған кезде болған екінші рет тағы да жақындайтын болса, осы жерден біз график жоғары қарай кетеді деп ставка аламыз. Осы жерден аламыз. Егер сопротивлениеге жақындаған кезде осы жерден де аламыз. Что график төмен қарай кетеді деп. Бұған қалай кіруге болады? Скальпингті қалай байқауға болады? После импульсивного движения откат жасалған кезде уровень сопротивлениесін белгілеп аламыз. Откаттың минимумы ең төменгі точкасы түсіп откат жасап жоғары қарай кеткен кезде графика соны уровень поддержки қылып белгілеп аламыз да. Сол екеуіне жақындаған кезде ставкаңызды алып отыра береміз. Бұл жерден скальпингтің трендовый скальпинг деген болады. Трендовый скальпинг мысалға алатын болсақ, негізі тренд жоғары қарай кетіп бара жатыр. Осы жерде біз ешқашанда скальпинг мысалы осы міне уровень поддержки, міне уровень сопротивления. Осы жерден осының екі ортасында ойнап жүрді график. Міне осы жерлерден ғана аламыз. Ең төменгі точкалерден ғана аламыз. Не үшін? Өйткені бұл өсіп келе жатқан трендті бұл любой время мұнан бұзып кетуі мүмкін, бұзып дальше жалғастырып кетуі мүмкін. Сол үшін біз ешқашанда жоғарыдан алмаймыз. Егер жаңағындай көрсетіп отқандай горизонтальный скальпинг болса, оны екі точкасынан да ала береміз, мына жағынан да ала береміз. Ал мынандай өсіп келе жатқан тренд болса, только төменгі точкалерден ғана аламыз. Ал егер жаңағындай құлап баратқан тренд болса, мысалға құлап келе жатқан тренд болса, осы құлап келе жатқан трендтің только үстіңгі точкалерінен ғана аламыз да. Мына жерден аламыз, осы жерден аламыз, төмен қарай жақындайды, ол жерден алмаймыз, жоғары жақындайды, осы жерден аламыз, болды. Төменнен ешқашанда алмаймыз. Не үшін? Өйткені график ары қарай бұзып кетуі мүмкін да, сол үшін біз төменнен алмаймыз. Өйткені бұл құлап келе жатқан тренд. Осыны естеріңізде болсын. Скальпингтен сосын горизонтальный скальпингтен қай кезде шығу керек? Горизонтальный скальпингте горизонтальный скальпинг кетіп бара жатыр деп ойлайық. Міне горизонтальный скальпинг міне максимум жақындады, уровень сопротивления келді. Осы жерден қайтады да, осы жерде кішігірім коррекция жүреді. Коррекция жүрген кезде төмен қарай құлайтын болса, осы жерден ставка аламыз. Қайттан откат жасайды бұл. Откат жасап болғаннан кейін обязательно ортасында коррекция жүру керек. Коррекция егер мысалға жоғары қарай кетіп, уровень сопротивлениеге жақындап, коррекция осы жерде ұзақ жүріп қалатын болса, значит бұл жерде уже уровень сопротивления жақын арада бұзып шығады деген бізге болжау кеп тұрды бұл. Не үшін? Өйткені мына екінші немесе үшіншісінде уже откат ортасына қарай жақындап, міне осы жерде жүру керек еді. Төмен қарай кету керек еді. Егер жаңағындай осы коррекция, после импульса коррекция
уровень поддержканың бойында жүретін болса, значит жақын арада уровень поддержка бұзылып шығады. Осыны есте сақтап алыңыздар. Ешқашанда коррекция уровендердің бойында жүрмейді. Бұл локальный уровендерде, жаңағы бел ортадағы уровендерде ғана жүретін болады. Сол үшін соны есте сақтап алыңыздар. Коррекция уровень сопротивления мен уровень поддержканың бойында жүретін болса, ол жақын арада бұзылады деген сөз. Откат жасамаса да егер. Сол үшін осыны есте сақтап алыңыздар. После импульса коррекция бел ортасында жүру керек, немесе жақын арада жүру керек. Егер уровень сопротивлениенің бойында жүретін болса, значит жақын арада бұзылады деген сөз. Бұның өзінің заңдылық паттерндары бар. Қазір мен сіздерге айтып өтем. Мысалға, мына жерде келді деп есептейік. Импульс келді. Импульс келгеннен кейін осы жерде паттерн орындалып бітті да, паттерн жаңағыдай орындалып бітті. Осы жерде орындалып біткеннен кейін келесі паттерн төмен қарай кетеді. Төмен қарай кетіп болғаннан кейін, мысалы, келатыр, уровень поддержкаға жеткен кезде бізде мына жерде көлеңке қалуы керек та. Бұл жерде алдыңғы сабақта айтып өткендей балға орындалу керек. Балға орындалған жағдайда, значит, уже графика жоғары қарай кетуге дайын. Осы жерден біз ставкамызды аламыз. Осы бір свитча немесе екі свитчаға ставкамызды аламыз. То, что паттерн жоғары қарай кетеді деп. Мына жерде уровень сопротивлениеге жақындаған кезде осы паттернда жаңағы теріс балға, алдыңғы сабақта айтып өткенде теріс балға орындалу керек. Теріс балға немесе теріс балға орындалу керек. Мысалға айтып өтейін. Теріс балға орындалу керек. Теріс балға орындалып біткеннен кейін уровень мына жерге жақындау керек. Уровень поддержкаға келу керек. Уровень поддержкаға келген кезде бізде екінші заңдылығы не орындалу керек? Бізде паттерн поглощения орындалу керек. Алдыңғы сабақта айтып өткенде паттерн поглощения орындалу керек. Мына жерде паттерн поглощения орындалған жағдайда, значит, бізде жаңағы графика дайында жоғары қарай кетуге. Паттерн поглощения сопротивлениеге келген кезде, мысалы, паттерн сопротивлениеге келген кезде, бұл жерде де мысалы жаңағы паттерн поглощения, бірақ қызыл паттернда, қызыл паттерн мына жасыл паттернның денесін жұтып алу керек өзінің денесімен. Міне осылай скальпингті анықтап отыра аламыз. Ал егер скальпингтің паттернмен қалай бұзып шығатынын мен сіздерге айтатын болсам, мысалға келатыр мына жерде. Паттерн келді, осы жерде келіп болғаннан кейін, мына жерде кешірім сұраймын, осы жерде паттерн поглощение болып, ешқандай көлеңке тастамай, вообще көлеңкесі жоқ, басы да жоқ, көлеңкесі де жоқ, паттерн, уверенный паттерн орындалатын болса, значит, бұл уже жақын арада бізге уровень поддержканың бұзылып шығатынын айтып отыр. Екінші, мысалға, паттерн жақында өсіп келатыр, уровень сопротивлениеге келген кезде, мысалға, бізде балғаны күтеміз, балғаны күтіп болғаннан кейін, мысалы, балға орындалса, осы жерде балға орындалып, екінші паттернда қайттан төмен құламай, қайттан уровень сопротивлениенің бойында бітетін болса, уверенный паттернмен, значит, осы жақын арада уровень сопротивления бұзылады деген белгі. Тағы да осындай нелер жаңағында айтып өткенде, уровень сопротивлениенің бойында графика, мысалға, қазір ойнап келатыр, міне қаншама рет уровень сопротивлениеге тиіп атыр, даже ложный пробойлар болып атыр. Осындай паттерндардың көлеңкесі көп, басы көп, уровеньге тиетін болса, уровень поддержка болсын, уровень сопротивление болсын, осы уровеньдерге тиген жағдайда уже жақын арада уровень бізде бұзылады деген сөз. Бұзылады деген болжауда бізде. Өйткені қараңыздар, уровень сопротивлениеге қаншама рет, міне бір тиген, міне екінші рет тиген, міне үшінші рет тиген. Бұл бізге нені айтып тұр? Бізге уровень сопротивлениені сатып алушылар тест жасап жатыр, қайта тест жасап жатыр да, тексеріп жатыр уровень сопротивлениені. Значит, бұл уже бізде жақын арада уровень сопротивления бұзылады деген сөз. Бұзылып, ары қарай
трендтің жалғасуы болмаса жаңа тренд басталуы да. Төменгі поддержканың де қағидасы сондай. Міне осы жерге келіп бірнеше рет уровень поддержканы тексеретін болса, тексеріске алатын болса, мысалы сатушылар. Ағайын, кешірім сұраймын, видео аяғы үзіліп кетті. Жаңағында айтып өткендей, поддержка қайта-қайта тексеріліске алатын болса, бір тексерген, екі тексерген, үш тексерген, төрт тексерген, соңында паттерн поглощения болмаса, уже соңында паттерн поглощения немесе уже паттерн пробой. Паттерн пробой. Бұзып шығу паттерны орын алады осы жерде. Не үшін? Бұны біз қалай білеміз? Мыналардан білеміз. Міне бір тексерген, міне екі тексерген, үш тексерген, міне төрт тексерген, бесіншісінде уже поддержка уровень бұзып шыққанда. Осылардан осындай ситуация болған жағдайда біз скальпинг стратегиясынан шығып кетеміз. Естеріңізде болсын, ағайын. Скальпинг стратегиясынан шығып кетеміз. Уже скальпинг стратегиясы жақын арада бұзылады деген бізге заңдылықта, бұл бізге болжау осы. Сол үшін ағайын, түсінбегендеріңіз болса, басынан бір көріп шығыңыздар. Бұл өте оңай стратегия. Алдыңғы паттерндарды, алдыңғы сабақтарды көрген болсаңыздар, соларды осымен бір-біріне пайдалана отырып осы стратегияны жаттығуға болады. Келесі сабақта енді мен сіздерге виртуальный ақшамен теханализ жасап, сауда-саттық жасайтын боламыз. Неге шын ақшамен ойнамайсың дейтіндеріңіз болса, қазіргі жылдың басы болғаннан кейін рынок қазір қолайсыз да, маған өте колебаниясы көп та. Соңғы паттерндар непредсказуемый да, бұл біз маған білмей отырам да. Соңғы паттерн қалай бітіп қалатынын не десем де, келесі сабақта көресіздер не болатынын. Сол үшін ағайын, осы сабақ түсінбесеңіздер қайттан көріңіздер, алдыңғы сабақтарымды бір шалып өтіңіздер, егер осы жерде түсінбегендеріңіз болса. Келесі сабаққа дейін көріскенше ағайын, каналға тіркелуді ұмытпаймыз, колокольчикті басамыз, максималды түрде поддержка береміз ағайын. Сіздердің поддержкаларыңыз өте қымбат маған ағайын. Сол үшін поддержканы жақсы береміз ағайын. Келесі сабаққа дейін қош, сау болыңыздар.